Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендеріміз. Сіздердің назарларыңызға біздің қазақ халқының кемеңгер жазушысы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың 125 жылдығына арналған әлем таныған Әуезов атты онлайн сюжетімізді ұсынамыз. Мұхтар Әуезов 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең биік тұлғасы. Ол қазақ әдебиетіндегі алғашқы роман эпопеяның авторы, қазақ әдебиетінің өркендеуіне үлес қосқан ұлы тұлға. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте қазіргі Семей облысының Абай ауданында дүниеге келген. Оның атасы Әуез Абаймен замандас болған. Мұхтар атасы Әуездің тәрбиесінде өсті. Атасы оған Абайдың қолжазба өлеңдерін оқытып, жаттатып отырған. Бұл болашақ жазушының әдебиетке құштарлығын оятқан. Бүгінгі әдеби кешіміз қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақ ССР ғылым академиясының академигі, филология ғылымының тұңғыш докторы, профессор, Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері Мұхтар Әуезовтың туғанына 125 жылдық мерейтойына арналады. Әдебиеттің асқар іспеттес тұлғаның өмірі де, өзі де дана. Мұхтар Әуезов жомарт табиғаттың жарық дүниеге тым сараң сыйлайтын бір туары. 19 ғасырдың асқар белі Абай болса, 20 ғасырдың заңғар биігі Мұхтар Әуезов. 30 жылдарда Абай мұрасына әрқилы баға беріліп, онан кейін де қым-қиғаш пікірлер айтылып жүргенде, Абайды тереңдеп, кеңінен тануды өзіне өмірлік мақсат ету ол кезде біліктілік, даналық қана емес, үлкен ерлікте болғаны хақ. Кесек, кең тынысты сан миллион оқырмандардың жүрегіне жол табатын көркем шығарма арқылы Абайды әлемге әйгілеу үшін Әуезов қандай қажет болса, Әуезовтың дүние жүзі мәдениетінің биігіне көтерілуіне Абай мұрасы, Абайдың өнерпаздық, ойшылдық дәстүріндей үлкен тірек сондай қажет еді. Мұхтар Омарханұлы 15 жыл бойы Абай жолы атты өзінің даңқты тарихи роман эпопеясын жазды. Мұның Абай аталған бірінші кітабы 1942 жылы, екіншісі 1947 жылы жарық көрді. Ол орыс тіліне аударылған. Абай романының екі кітабы 1949 жылы бірінші дәрежелі КСР мемлекеттік сыйлығын алды. 4 кітаппен біткен эпопея 1959 жылы Лениндік сыйлыққа ие болды. Абай жолы 30 тілге аударылып, дүйім дүние оқырманынан өте жоғары баға алды. Осындай үлкен ғалым, педагог Әуезов қазақ әдебиеті тарихын зерттеу, әдебиет кадрларын даярлау жөнінде шексіз көп еңбек сіңірді. Осындай ұлы тұлғамен танысып, бейнелеу өнерінің сырына үңілеміз десеңіздер, құрметті көрермендер, сіздерді Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің көрме залында күтеміз.